Сағыз шайнаудың үкімі қандай дейді. Сағыз шайнау жақсы ғой, егер тамақтан кейін дұрыс үйде өзің шайнасаң. Бірақ жиналыста, кеше бір жиналысқа бардым. Бір үлкен ақсақал, үлкен болатын кісі шаймаң етеді, өте ебегей көрінеді. Былай енді нормально сияқты, мүмкін батыста ол норма шығар енді, бірақ біздің мәдениетімізге, культурамызға үлкен кісі деген атқа өте ебегей көрінеді, жаман көрінеді. Әсіресе анау жағы дұрыс емес, одан кейін аузына протезі бар, шаймаң еткен өте әдепсіздік, бейәдеп нәрсе. Өзі әдеп, біз өзі мына 30 күн оразада әдеп төңірегінде көп айттым ғой. Сол әдепке көп мән беруіміз керек. Ислам деген ол әдеп. Ислам деген ол бір жол, ислам деген дін деген ол бір қағида, адам өмір сүрудің, сол культура деген сөз. Сол культура біздің елде болу керек. Балаларыңызды өте тәрбиелі қылыңыздар. Ертең мүмкін бір елмен құда болады, біреуге күйеу бала болады, біреуге келін болады. Сол кезде жаңағы шаймаң етсе, немесе тамақты сораптап ішсе, қолын жумай ішсе, бұл әдепсіздік болады. Сондықтан бұл осы жақсы табиғатқа, жақсы бір әдепке балаларыңызды үйретіңіздер. Қолын жаламауды, елдің алдында сіңбірінбеуді, жаңағы вилка қасықты дұрыс ұстауды, оң қолмен жеуді, маңайға қарап отыруды, біреудің алдына үзіліп қарамауды, шаймаңдағанда сораптап ішпеуді, кейбіреулер ішкен кезде анау водовоз ішкенде түйешкедей деп ішеді, өте бір әдепсіздік нәрсе. Даусын шығармай ішуді бұл культураға жатады. Нағыз мұсылман культурасы сол. Сол нәрсені үйретіңіздер қыздарыңызға. Ертең жарайды, сізден сөз естісе, ештеңе емес, айдалада біреуден сөз естісе, тәрбие көрмеген екен деп. Тірі болсаң, сөз құлағыңа жетеді. О дүниеде болсаң, айналып түсесің жатқан жеріңде. Баласына тәрбие бермеген екен деп. Өте жаман. Сондықтан осы өмір осындай нәрселерден құралады. Ол сенің күшті хадис айтқаның не қылайын? Салақ-салағың қап-қара кір, қолың бәрі күс-күс, аузың бәрі сасық иіс шығып, ішкен әдебің жоқ, тәртібің жоқ. Біз интернетте бір уағыз айтқан біреу жүр. Чай ішіп өтіп уағыз айтады. Ананың ішкеніне қарап, уағыз қалды жайында. Ананың ішкені шошқадан ары. Шошқа өйтіп ішпейді. Ұят емес, өзің аузына уағыз айтып отырсың. Сөйтіп іше ме адам деген. Сондықтан әр нәрсенің өзінің бір тәртібі, әдебі болады. Мұсылмандық ол әдеп. Иманнан кейінгі тұратын нәрсе ол әдеп.